Саламатсыздар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабағымызды бастамастан бұрын балалар, өткен сабақта қай жерге саяхат жасадық? Есімізге түсірейікші. Тамаша, Астана қаласындағы мұхит бағына бардық. Мұхит бағында біз нелерді көрдік? Иә, улы балықтарды, акулаларды көрдік. Балалар, осы балықтар негізінде табиғатта қай жерде тіршілік етеді? Дұрыс айтасыздар, мұхиттарда, теңіздерде тіршілік етеді. Балалар, осы ертектерде қарақшылар теңіз бен мұхиттан не іздейтін еді? Иә, олар қазына іздейді. Олай болса, балалар, бүгін біз қазына іздейміз. Жақсы балалар, енді алдымызға қарайық. Сандықша тұр. Ашайық. Ашсам, ішінде қазына емес, есеп берілген. Балалар, олай болса, мен сіздерге 134 санын 5-ке баған түрінде қалай көбейтуге болатынын түсіндіріп жіберейін. Бірінші көбейткіш 134. Бірліктің астында екінші көбейткіш 5. Бірліктерді көбейтемін. 4 көбейту 5 20 болады. Бұл 2 ондық және 0 бірлік. 0 бірліктердің астына жазылады, ал 2 ондықты есіме сақтаймын. Ондықтарды көбейтемін. 3 көбейту 5 15 болады. Оған ойдағы 2 ондықты қосамын, 17 ондық шықты. Бұл 1 жүздік 7 ондық. 7-ні ондықтардың астына жазамын. 1 жүздікті есіме сақтаймын. Енді жүздіктерді көбейтемін. 1 көбейту 5, оған 5 болады. Оған ойдағы 1 жүздікті қосамын, 6 жүздік болады. 6-ны жүздіктің астына жазамын. Жауабын оқимын, 670. Балалар, осы жерде мен сіздерге сұрақ қояйын. Жер шарында қанша мұхит бар? Иә, 4 мұхит бар. Атлант мұхиты, солтүстік мұзды мұхиты, Тынық мұхиты, Үнді мұхиты. Балалар, мұхит дегеніміз жерді қоршап жатқан ұлы өзен. Тамаша балалар, бұл сандықтан қазына емес, біз біліммен сусындадық. Балалар, қараңыздар, тағы да сандық тұр. Ашайық, қазына ма әлде білім бе? Керемет, бұнда да білім екен. Бұл жерде мен сіздерге 670 санын 5-ке баған түрінде қалай бөлуге болатындығын түсіндіремін. Бөлінгіш 670, бөлгіш 5. Бірінші толымсыз бөлінгіш 600-дік. Бөлінгенде 3 цифр, жүздік, ондық, бірлік болады. Жүздіктерді бөлемін. 6 бөлу 5. 1 болады. Қалдық 1 жүздік. 1-ді бөліндіге жазамын, қалдық жүздіктің астына жазылады. Ондықтарды қалдықтың астына түсіремін. 1 жүздік және 7 ондық. Бұл 17 ондық. Ондықтарды бөлемін. 17 бөлу 5. 3 болады. Қалдық 2 ондық. 3-ті бөліндіге жазамын, қалдықты ондықтың астына жазамын. 0-ді бірлікті түсіремін. 2 ондық және 0 бірлік, яғни 20 бірлік болды. Бірліктерді бөлемін. 20 бөлу 5 4 болады. 4-ті бөліндіге жазамын. Жауабын оқимын, 134. Балалар, бұл сандықтан да біз білім сусындадық. Осы жерде мен сіздерге сұрақ қояйыншы балалар. Қазақстанда қанша теңіз бар, білесіздер ме? Иә, Каспий теңізі және Арал теңізі бар. Теңіз дегеніміз ең ірі тұйық су айдыны. Арал теңізі 20 ғасырда әлемде су тоғандығы жағынан 4-ші орында тұрды. Бірақ 1960 жылдан бері су күрт азайып, нәтижесінде Арал 2-ге айырылды. Үлкен Арал және Кіші Арал деп атап кеттік. Балалар, бұл жерден біз білім сусындадық, тағы да сандық тұр, балалар. Ашайық, білім бекен, әлде қазына емекен?
Керемет! Бұл жерде де есеп берілген, яғни біліммен сусындаймыз. Екінші тапсырма, баған түрінде жаз және есепте. Дұрыстығын тексер дейді балалар. Шығарамыз. Енді тексереміз менікімен. 152 көбейту 5. Болады 760. Тексеремін. 760-ты 5-ке бөлсем, 152. 920 бөлу 5, 184 шығады. Тексерем, 184-ті 5-ке көбейтсем, 920. 124 көбейту 5, 620 болады. Тексерем, 620-ны 5-ке бөлемін, 124. 730 бөлу 2, 365 болады. 365-ті 2-ге көбейтсем, 730 болады. 142-ні 5-ке көбейтемін, 710 болады. 710-ді 5-ке бөлсем, 142 болады. 540 бөлу 4 болады 135. Тексеремін, 135-ті 4-ке көбейтсем, 540 болады. Тамаша балалар. Осы жерде мен сіздерге балалар тағы да мәлімет айтып кетейін. Сіздер білесіздер ме? Каспий теңізі ең үлкен тұйық көл болғандықтан, Каспий теңізі Ресей, Әзірбайжан, Түркменстан, Иран елдерімен шектесіп жатыр екен балалар. Балалар тағы да сандық шықты. Ашып қарайық. Білім бекен әлде қазына мекен? Білім екен. Тамаша. Балалар, бұл жерде 3-ші тапсырма берілген. 4 мұхит берілген, әр мұхиттың тұсында өрнек жазылған. Шығарамыз. Және шығарып болғаннан кейін өрнектің мәнін өсу ретімен айтамыз. Сол кезде әр мұхиттың өлшемімен танысамыз. Шығарамыз. Тексереміз балалар. Атлант мұхиты 750 азайту 128 көбейту 5, 110 болады. Солтүстік мұзды мұхиты. Жақшан ішіне 247 қосу 583 бөлу 5. Айы азайту 106. 60 шығады. Тынық мұхиты. 45 қосу 750 бөлу 6. 170 шығады. Үнді мұхиты. 135 көбейту 4, азайту 460, 80 болады. Керемет. Енді әр өрнекті өсу ретімен айтайық. Бұл жерде бірінші орында 170 тынық мұхиты. Екінші орында Атлант мұхиты 110. Үшінші орында Үнді мұхиты 80. Соңғы орында солтүстік мұзды мұхиты 60. Жақсы балалар, осы 3-ші тапсырманың тапсырмасы бар екен. Балалар, сіздерге 3 сөйлем берілген. Сіздер ақиқат пікір ме, жалған пікір ме айыруларыңыз керек. Ол үшін бізге көмекке осы 3-ші есептен мәліметі көмектеседі. Оқимын. Тынық мұхит ең үлкен мұхит. Балалар, ақиқат па, жалған ба? Ақиқат. Атлант мұхиты Үнді мұхитынан кіші. Ақиқат па, жалған ба? Жалған. Солтүстік мұзды мұхиты Үнді мұхитына үлкен. Балалар, ақиқат па, жалған ба? Әрине, жалған. Керемет балалар. Осы жерде мен сіздерге кішкене мәлімет айтып кетейін балалар. Балалар, Арал теңізі Қазақстан мен Өзбекстан еліне тиесілі екен. Балалар, тағы да сандық тұр. Ашайық. Біліммен сусындаймыз ба, әлде қазынамен бе? Тамаша, біліммен сусындаймыз. Балалар, бұл жерде сөз есеп берілген. 4-ші тапсырма. Сөз есеп шарты құрулы сұрағы бар, тек шығару ғана қалған. Шығарамыз. Тамаша балалар, енді тексереміз балалар. Бірінші кемеде 145 жолаушы. Белгілі. Екінші кемеде белгісіз, одан 4 есе артық. Үшінші кемеде белгісіз жолаушы. Барлығы 960 жолаушы келе жатыр екен. Бұл жерде біз екінші кемеде қанша жолаушы келе жатқан тауып алуымыз керек. Ол үшін 145-ті 4-ке көбейтеміз, 580.
Сонда екінші кемеде 580 жолаушы келе жатыр. Ал үшінші кемедегі жолаушы санын білу үшін 145-ке 580-ді қосып 960-тан азайтамыз. Сол кезде үшінші кемедегі жолаушы шығады, яғни 235. Тамаша. Балалар, енді тапсырмасы берілген, бұнда да есептің шарты бар, сұрағы бар, тек шығару керек. Кәне, шығарамыз. Енді тексерейік, балалар. Бірінші кемеде 134 тонна жүк бар. Екінші кемеде белгісіз, одан 5 есе артық. Сұрақ, екінші кемедегі жүк бірінші кемеден қанша жүк артық? Бұл жерде ең бірінші екінші кемеде қанша жүк бар екен табуымыз керек. Ол үшін 134 тоннаны 5 есе көбейтеміз. 500 670 шығады. Енді 670 екінші кемедегі жүк, ал бірінші кемеде 134 тонна жүк. Енді бізде сұрақ, екінші кемедегі жүк бірінші кемедегіден қанша жүк артық дейді. Ол үшін 670-тен 134-ті аламыз, 536 тонна шығады. Яғни екінші кеме бірінші кемеден 536 тонна жүк артық. Тамаша, балалар. Керемет жұмыс жасап жатырмыз. Балалар, тағы сандық тұр. Ашып көрейік, білім бе әлде қазына ма? Балалар, қазына екен бұнда. Мен бұл қазынаны сіздерге бөліп беремін. Бұл сіздердің еңбектеріңіз. Бүгінгі сабақта барлық есепті жақсы шығарып, сабаққа керемет қатысқан оқушыға 20 монета беремін. Ал кейбір есепті шығарудан қиналған балаларға 15 монета беремін. Өз-өзіне көңілі толмаған, бірақ бізбен бірге қазына іздеп біліммен сусындаған балаларға 10 монета беремін. Тамаша, балалар, қазына таптық. Олай болса, математика сабағы аяқталды. Біз сабақтың мәресіне керемет көңіл күймен жеттік. Балалар, үйге 21-ші беттегі 5-ші тапсырманы беремін. Балалар, бүгінгі сабаққа керемет қатыстыңыздар. Сіздерге рахмет айтамын. Олай болса, сау болыңыздар.